Жылу жинау. Бір қатерлі жағдайдан үй мүлкі, малынан айырылған жандарға ауыл тұрғындары, көрші көлемі, туған туысқандары, мал дүние немесе ақшалай көмек көрсетеді. Ереуілік беру. Ауылға басқа жақтан бір үй көшіп келетін болса, немесе бауырлардың бір туған туыстары қосылып келген жағдайда, көрші қолаң немесе жақындары жаңа үйге ереуілік деп ас пісіреді, табақ тартып қонақасы береді. Осылайша қазақтар танысын, танымасын, бір-біріне бөтенсемей өз ортасына тарта білетін болған. Қазан шегелеу. Жақын туыс немесе әзіл қалжыңы жарасқан адамдардың үйіне 2-3 адам бірге барып, осы үйдің қазанын шегелей келдік дейді. Бұл олардың түстеніп ет жеуге келгендігі. Аунату. Қазақтар үйіне келіп қонақ болған, қонып кеткен адамдардың отырған, жатқан жерлеріне баламыз осы атасына тартсын, бойына осы атасының қасиеттері қонсын деп баласын әлгі жерге аунататын болған. Асату. Дастархан басында ет жеп отырғандар тоя бастағанда, төрде отырған ақсақал қалған етті қолмен қонақтарға немесе жас балаларға асатады. Байғазы беру. Үлкеннің кішіге, яғни балаларға беретін сыйы. Жас ұл қыз, бой жеткен немесе бозбала жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда, аға апа, ата әжесінен, туған туыстарынан өзіне байғазы сұрайды. Аяғына жығылу. Кешірім сұраудың ең үлкен, кішіреудің ең ауыр түрі осы ғұрып болып келеді. Оны орындағанда айыпты адам жанына абыройлы, қадірлі кісілерді ертіп алып, тиісті адамның үйіне рұқсат сұрап кіріп, кешірім сұрайды.